Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен шоколадтағы құлпынайды жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз барлық құлпынайымызды әдемілеп жуып, қағаз сүлгіде кептіріп аламыз, құп-құрғақ болуы қажет. Одан соң осындай шпажкаларға тығып шығамыз барлық құлпынайларымызды. Шпажкаға тығып болғаннан кейін құлпынайымыз дайын болды деген сөз. Одан кейін шоколад дайындаймыз, яғни ерітеміз. Екі түрі бар. Микроволновкаға ерітсеңіздер, немесе сулы баняда ерітсеңіздер болады. Микроволновкаға 20 секунд сайын салып, шығарып араластырып тұрасыздар. Шоколад араластырғанды жақсы көреді. Міне осындай деңгейде болған кезде ең соңғы рет салып аласыздар. Осындай сұйық болған кезде біздің шоколадымыз дайын деген сөз. Бұл бізде темный шоколад. Енді екінші тәсілін көрсетемін. Мұнда сулы баняда. Сулы баняда қойған кезде, егер сізге микроволновкамен ұнамайтын болса, барлығын сулы баняда ерітсеңіздер болады. Міне осындай ақ шоколадты ертіп көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде қозғап тұрасыздар. Осындай сұйық дәрежеге жеткенге дейін, сұйық дәрежеге жеткенде алып кондитерский мешогыңызға саласыз, немесе кесеңізге саласыз, егер сіз құлпынайды аққа бояйтын болсаңыз. Мен қазір барлық құлпынайды қара шоколадпен бояп шығамын. Бізде құлпынайдың сабағын міндетті түрде жоғары қаратамыз. Себебі құлпынайға сабағына шоколад жағылып қалса әдемі көрінбейді. Осылай шоколадтың ішіне шпажкадан ұстап тұрып аунатып шығамыз. Барлық құлпынайымызды осылай аунатып аламыз шоколадқа. Одан соң осындай ұзын ыдысқа осындай шпажкасымен қоямыз. Яғни шоколадымыз бізде 10-15 минут бөлме температурасында қатады. Егер сіз үстіне посыпка сепкіңіз келсе, немесе вафельный крошки сепкіңіз келсе, немесе сублимированный ягоды сепкіңіз келсе, шоколадты сала салысымен бірден үстіне себіңіздер кеппей тұрып, әйтпесе жабыспай қалады сіздің сепкен себіндіңіз. Одан соң үстін осындай шоколадпен әрлеу үшін алдымен кепкен шоколадтың үстіне осындай әрлеу жұмыстарын жүргіземіз. Яғни міндетті түрде астында тарелка немесе ыдыс болғаны дұрыс, себебі жан-жағына ағып кетеді шоколадтарымыз. Мынау уже үшінші әрлеу түрін көрсетіп жатырмын. Шпажкада ұстап тұрып, осылай айналдырып тұрып, ақ шоколадымызды жағып шығамыз. Бұл да әдем болып шығады. Егер сіздің қолыңыз жаттыққан болса, осылайынан әдемілеп. Бұл ақ шоколадпен жүргізу міндетті түрде қара шоколад, бастапқы шоколадыңыз, базовый шоколадыңыз кепкеннен кейін жүргізіледі. Одан соң міне ұшына ғана ақ шоколадты жағып, үстіне алтын түсті посыпка септім мен. Осындай 4 түрлі оформление болды. Одан соң дайын болған кепкен шоколадпен осылай капсулаға салсаңыздар, немесе жай ғана тарелкаға өзін ғана қойсаңыздар да өте керемет шығады. Міне осындай клубникалар құлпынайлар дайын болды бізде. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ас болсын, комментарий қалдырып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.